Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 17-ші сабақ менің туыстарым тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: жақын туыстарың қалай аталады? Балалар, әкеңнің әкесі ата болады, әкеңнің мамасы апа немесе әже дейді. Ал өзіңнен үлкен ұл баланы біз аға дейміз. Ал өзіңнен кіші қыз бала, мысалы, ұлдарға ол қарындас болады, ал қыздарға сіңлі болады, Мысалы, бір үйде екі қыз болатын болса, ол үйдегі кіші қыз үлкен қызға сіңлі болады. Ал үйдің үлкені ұл бала болып, одан кейін қыз бала болса, онда ол балаға қарындас болады, ағасы. Ал ұл бала жаңағы кішкентай қызға, яғни қарындасына аға болады, Ермек Өтетілеуұлы балалар ақыны. Бұрынғы Ақмола қаласында дүниеге келген. Ақын әдептілік, әдемілік, төрт түсті, жер үсті, тағы да басқа кітаптардың авторы. Ермек Өтетілеуұлы 1930 жылы дүниеге келіп, 2006 жылы дүниеден озған. Түсініп оқы. Туыстарым көп менің. Ықшамдап алынды. Баламын есті мен, атамнан естіген, ең жақын адамдар әкем мен анам бар. Әкемнің әкесі ақ басты атам бар, әкемнің анасы ақ шашты әжем бар. Ұлдардың үлкені бір туған ағам бар, қыздардың үлкені бір туған әпкем бар. Ұлдардың кішісі бір туған інім бар, қыздардың кішісі бір туған қарындас, әпкеге сіңілі бар. Өлеңнің авторы Ермек Өтетілеуұлы. Анықта. Үшінші тапсырма: өзіңнен кіші ұл бала саған кім болады? Балалар, өзімізден кіші ұл бала бауыр немесе ұл балаларға ол іні болады, Төртінші тапсырма: өлеңнің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Балалар, осы өлеңнің мазмұны бойынша мынандай сұрақтар жинастырдық. Ең жақын адамдар кімдер? Ең жақын адамдар әрине әке мен ана, Әкеңнің әкесі саған кім болады? Ата болады. Әкеңнің анасы саған кім болады? Әже немесе апа болады, Ал ұлдардың үлкені кім болады? Бір туған аға болады. Қыздардың үлкені кім болады? Бір туған әпке болады. Мінекей балалар, осындай сұрақтар құрастырып қойдық. Бесінші тапсырма: өлеңді үлгідегідей анықтама түрінде өзгертіп жаз. Анаңның анасы нағашы әжең. Өлең: анамның әкесі нағашы атам бар, анамның анасы нағашы әжем бар, анамның ағасы аға інісі нағашы ағалар, анамның апа сіңлісі нағашы апалар. Енді балалар, осы өлеңді мына үлгідегідей анаңның анасы нағашы әжең дегендей өзгертіп жазамыз. Анамның әкесі нағашы атам, анамның анасы нағашы әжем, анамның аға інісі нағашы ағам, ал анамның апа сіңлісі нағашы әпкем деп өзгертіп жаздық. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма: бұл сабақта қандай жаңа білім алдың? Өлеңді мәнерлеп оқы. Балалар, бұл сабақтан кейін біз туыстарымыздың маған кім болып келетінін ажырата алатын болдым. Яғни, балалар, бүгінгі сабақтан кейін сіздер мысалы үйдегі ұл балалардың, қыз балалардың сіздерге кім болып келетінін ажырата алдыңыздар, Үй тапсырмасы: осы өлеңді мәнерлеп оқып келіңіздер. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңыздар.